Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Python бағдарламалық тілінің 13-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз функциялар жайлы айтып кетеміз. Функциялар дегеніміз не? Ол қайта пайдаланатын программа кодының фрагменті. Оның жазылу реті мынандай болып жазылады: def. И мысалға мына жерде say деген бір жазу жазатын болсақ, и осы жерде міне print hello world дегенді жазатын болсақ, енді қараңыздар, жазылу осылай. И одан кейін ол функцияны пайдалану, былайынан say дейміз да, былайынан тура осының атын жазамыз. И қазір тексеретін болсаңыздар, hello world деген сөз экранға шығатын болады. И мынандай нәрсе, бұл қайта пайдаланатын деген нәрсе, ол бізде мынау say дегенді қазір мысалға миллион рет жаза берсек болады. Мынандай әр не сайын print hello world деп жазбайық. И ол функциядан мәнді қайтаруға болады деген нәрсе бар. И функцияның аргументтер деген нәрсе бар. Функцияның мәнін қайтару үшін return сөзін пайдаланады, кілттік сөзін. Ал одан кейін функцияға аргументтер беру үшін a мен b деп аламыз. Мынандай бастапқыда a и b деп мынандай үтір арқылы жазылады. То есть егер де қазір қарайтын болсаңыздар, бізде одан кейін айтып кететін нәрсе, мынау функцияның атын беру, тура переменныйдың атын берген сияқты. Мысалға былайынан берсеңіздер болады, нижний пробел арқылы, бірақ ешқашан да сан арқылы беруге болмайды. Мысалға қазір тексеріп қарайтын болсаңыздар, онда ешқандай ошибка шықпау керек. Ал егер де мысалға басына бір сан беретін болсақ, 7 деген, олай беруге болмайды. Тура переменныйдың атын, айнымалының атын қалай береміз, дәл солай беруіміз керек. Егер де қазір мысалға нижний 7 деп жазатын болсақ, онда ешқандай ошибка шықпайды. То есть тура қалай переменныйлардың, айнымалардың атын қалай бересіздер, функцияның атында дәл солай беру керек. И мынандай нәрсе бізде, мен чтобы мынандайды наглядный пример ретінде тексеру үшін, бізде мынандай екі задание беріп кеттім мен. Міне бірінші задание, ол қабырғалары 10 және 4 см болатын тіктөртбұрыштың ауданы мен қабырғалар 8 см және 5 см тұратын тіктөртбұрыштың ауданын салыстыр деген нәрсе. И бізде ондай мынандай нәрсе қараңыздар, A1 болады, бізде, значит, ол бізде қанша 4-ке тең, жоқ 10-ға тең. И B1 тең болады 4 см. Ал келесі нәрсе A2 тең 8, ал B2 тең 5. И осының аудандан табу үшін біз бүйтуіміз керек. S1-ді бірінші шығарып алуымыз керек. Типа бізде екеулерін қосылса тең ғой, периметр деген нәрсе 10 қосылған 4, 10-ы көбейтесің 2-ке. И енді бізде екінші айнымалының атын табу үшін бізде былай 10 емес, уже екіншісінде 8 плюс 5, и осыны 2-ке көбейіп шығамыз. Енді осыны салыстыру үшін бүйтеміз: if S1 үлкен S2-ден болса, онда print біріншісінің ауданы үлкен дейміз. То есть мына аудан табуға мынандай көбейту арқылы жазылған нәрсе. A қосылған ба, көбейтілген 2 периметр деп аман қоса салушы едік. Шатасып кеттім мен. И else дегенде бізде екіншісі деп жазып саламыз. Қазір екіншісінің, тек орыс тілінде қалып қойдым. Екіншісінің ауданы үлкен деп жазамыз. И енді қазір тексеріп қарайтын болсаңыздар, онда біріншісінің ауданы үлкен дейді. Значит, бізде қазір қараңыздар, мына жерде біріншісінің ауданы үлкен. И бізде мынандай нәрсе жазып кетесіздер болады, үстіне print дейміз да. S1 S1 тең маған S1-ге, екіншісінде S2 тең S2-ге. Енді қазір тексеріп қарайтын болсақ, мына аудандан қосындысы біріншісінде 28 шығып тұр, значит дұрыс.
біріншісінің ауданы үлкен болады. Бізде программа дұрыс жасап тұр. Енді мынандай нәрсе бар. Бізде қараңыздар, мынандай екі нәрсе бізде қайталанған. Егер де мынаны қарайтын болсаңыздар, логика жағынан екі нәрсе бірдей. Біз осындай нәрсені бірдей нәрсені біз пайдалану үшін бірдей мынау қайталанып кеткен ғой, то есть мынау да қайталанған, просто мына жерде 8 мен 10 мен 8-дің орнына басқа түрлі нәрсе берілген. Сөйтіп болсын, біз қайталанбас үшін былайынан def деп жазамыз. И def болады бізде ауданды есептейтін аудан деп жазамыз да, ол бізге a мен b-ны қабылдайды. И бізде print return мынаны бүйтіп алсақ болады. S тең a қосылған b көбейтілген 2. И осына S-ті қайтарамыз. И енді қазір қараңыздар, біз мынаны мен бүйтейінші, лучше бір жаңа файл создадым да, я. Мынаны дубликатын жасайын да. Дубликатын жасай, копия вставить ету керек едім. И rename деймін да, қазір қараңыздар, 13-2 деймін да. И мынаны ашатын болсақ, мынаны оң жағын ашамын да, қазір, чтобы екеуін салыстырып көру үшін. И бізде мынаны өшіртсе салам мен қазір. И мынау бірінші берілген нәрселерді жазамын үстіне. Тұр екен ғой бәрі. Енді қазір мыналарды өшіртсе салам уже. Енді қараңыздар. Біз енді S1-ді былай таба салуға болады. S1 тең аудан. И ауданға біз A1, A2-ні береміз де. Ал S2-ге аудан A1, A2-ні береміз де. A2, B3, B2. Енді қазір мынаны запуск етіп қарайтын болсаңыздар, бұл да дәл соны береді. Міне біріншісінің ауданы үлкен деген жазуды экранға шығарып тұр. То есть мына екеуімен екеуінің разницасы жоқ, бірақ мынандай нәрсе бар, қазір қараңыздар. Біз мынаны сразу бүйтіп пайдалансақ та болады. Аудан дейміз да, 10 мен 8-ді бере саламыз оған. И барып аудан дейміз де, екіншісінде 8, 5. 10 мен 8 емес, 10 мен 4 екен ғой. Енді қазір мынаны тексеретін болсаңыздар, міне біріншісінің ауданы үлкен. То есть дұрыс есептеп тұр бұл. То есть енді қараңыздар, мына кодны бізде 10-шы строкадан бастасақ, міне егер бәрін бүйтіп жабыстырып жазатын болсақ, онда 10 строка кодтан құралған. Ал мынаны жабыстырып жазатын болсаңыздар, мынаны қазір мына 10 мен 16, то есть біз 4 строка кодты қысқарттық. Бұны былайынан да қысқартсаңыздар болады. Қараңыздар, мен просто екі тіктөртбұрыш салыстыр деп тұрмын да. Егер сіздер представьте, егер сіздер мына ішінде 4 нені салыстыр десеңіздер, сіздер мынаны 4 рет жазуға тура келеді. Былайынан. И оның бәрін мыналарды енді if else деп тағы да салыстыруға тура келеді. И біз осыны қысқарту үшін осылай мынандай функция пайдаланған дұрыс. И мынаны біз аудан деген нәрсені тіктөртбұрыштың ауданын табатын мынау функцияны біз программаның любой жерінде пайдалана береміз. Енді қазір мынаны өшіріп салайын, мынаны өшіріп салайын. И біз мына 10-шы строкадан бастап жазатын боламыз екеуінде де, чтобы сіздерге наглядный пример болсын. Енді одан кейін мынандай нәрсе берілген. 4 саны мен 7 сандарының факториалының мына жерде қосындысын деген ұмытып кеттім. Қосындысын 5 санының факториалына бөл деген есеп болсын. Представьте, осында есеп берілгенін. И осы есепті шығару үшін біз қазір былайынан істейтін боламыз. Біріншіде обычный код жазатын боламыз. Факториал деген мынандай нәрсе, егер де мысалға факториал деген
математикадан естеріңізден шығып кетпесе, ол мынандай беріледі 4 деп мынандай деп жазылады олар. Осы нәрсе тең болады бізге 1, то есть 4-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі, то есть 1, 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 деген. Факториал деген осындай есеп, то есть мысалға қараңыздар, егер де мына 5 дейді, уже мынау 5 емес 7 десек, мына 7-ге дейін былайынан көбейтіліп шығу керек. 5, потом барып 6, потом барып 7. И осының нәтижесі, мына көбейтілген нәтижесі 7-нің факториалын береді. И біз енді осындай есепті шығарамыз қазір. Бірінші 4 саны берілген. F1 тең 4, F2 тең 7, F3 тең 5 дейміз да. Енді бізге мынандай нәрсе шығару керек қой. Факториалын есептің мәнін, так, есеп 2-нің мәнін біз былай істеуіміз керек, типа F1-дің факториалына қосамыз F2-ні и жақшаға алу керек, екеуінің қосындысын аламыз да біз оны бөлеміз F3-ге. То есть осындай факториалды шығару керек. Қазір енді бұны шығару үшін бұлай нәрсе істейміз. 4-ке дейінгі сандарды алу үшін біз бүйтуіміз керек. For I in range дейміз да, бірінші факториал F1-ге дейінгі нәрсені қазір print I деп алатын болса, енді қараңыздар, мынаны қарайтын болсаңыздар, 0,1-ден басталған, бізге факториал натурал саннан басталу керек. Сол үшін біз мынаны алдына 1 деп жазамыз да, и мына F1-ге просто плюс 1 дей саламыз. Сол кезде қазір экранға 1, 2, 3, 4 деп шығарып тұр. Енді біз факториалдың несін алу үшін так, факториалдың факт дей салайық. И бізде мына біріншісінің мәнін алу үшін бізде мынандай нәрсе басында ол 1 дегенге санға теңеп алуымыз керек. Өйткені неге біз 1 деп теңеп алдық? Өйткені кез келген санды көбейтсең, кез келген санды 1-ге көбейтсең, сол санның өзін береді. Так что біз осыны аламыз да, и факт 1 тең факт 1-ді көбейтеміз I-ға. Енді қазір осыны экранға шығаратын болсаңыздар, print факт дегенді, сол кезде мынандай нәрсе болады. Так, 4-ке дейін деп тұр, значит біз мұны қалай есептеп тұр? Факториал 4-тің факториалы мынандай болып тұр. То есть 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 деген. И осының мәні 1-ді 2-ге көбейтсең бізде 2, 2-ні 3-ге көбейтсең 6, 6-ны 4-ге көбейтсек, значит 24 дұрыс. Енді 7 санның факториалының қосындысы дейміз. Біз енді 7-ні есептеу үшін де дәл осылай істеуіміз керек. Мынау print алып тастасақ болады. For I in range дейміз де, и барып 1-ден бастаймыз, өйткені факториал как бы нақты саннан басталады, и F2 плюс 1 дей саламыз, чтобы ең соң санды қосу үшін. И бізде мынандай, бұны да біз факт 2 деп теңестіріп аламыз. Факт 2 бізде болды 1-ге тең. И факт 3 деп. Просто мен мынаны басқаша да қысқартып жазуға болады, просто сіздерге түсінікті болу үшін осылай ұзақ жазып жатырмын. Кейін комментарийге жазып жүрмеңіздер, неге қысқартып жазуға болады, сен неғып созып жазып жатырсың деп. Просто сіздерге түсінікті болу үшін осылай істеп жатырмын. Қазір енді мысалға мынау факт 2-ні алып, оны I-ға көбейтеміз да. И енді бізде мынау үшіншісінде дәл осылай істеу керек. Қазір мынаны экранға шығарып көре салайық, дұрыс шығарып жатыр ма деп. Print факт 2 деп. Так, 5040 дейді, ол дұрыс па, дұрыс емес пе? Қазір калькуляторға тексеріп көреміз. Калькулятормен 7-ге дейін есептейтін болсақ, 1,
1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 болса, и оны теңестірсек 5040 шығып тұр. 5040 значит дұрыс шығып тұр. Енді бізде мынау факт 3-ті біз дәл осылай, үшіншісінде осылай жазып шығуымыз керек. Үшіншісінде 5. Қазір ол 5-тің бәрін экранға шығару үшін бізде жүз жиырмаға дейін 24-ті 5-ке көбейткен, 24-ті 5-ке көбейтсең дұрыс, я 5-тің факториалы 120. Енді осылардың есептің факториалына бөл деген нәрсе бізде мынандай есептің жауабы ең соңында print мына жерде аламыз да бізде екеуінің қосындыларын есептейміз. Бірінші факт 1 мен қосамыз факт 2-ні и бөлеміз факт 3-ті. И сол кезде біздің экранында мынандай нәрсе шығады 42,2 деген. Мыналарды экранға шығарып тұрғандарын өшіре салайын. Сол кезде мына 42,2 деген нәрсе шығады. Оның жауап дұрыс па тексеру үшін былайына істесеңіздер болады. Факт 2 бағана 5040 шықты, я. Қазір қарайтын болсақ, калькулятормен жауап тастадым уже. Калькулятор и 5040-ты плюсовать етеміз 24-ке, бөлеміз 120-ға 42,2. Значит, программа дұрыс істеп тұр мені. Енді қараңыздар, мына жерде мынандай нәрсе, мынау біздің есептің именно шығару жері мына жер ғой. И осы жерді қарайтын болсаңыздар, мынау 3 рет қайталған факториал. Факториалдар есептеу. Егер де біздің есепте мысалға мына жерде тағы да бір факториалды есептейтін болсаңыздар, тағы да біреуін жазасыздар. Типа мынандай тағы біреуін есептеуіңіз керек. Одан бөлек мысалға 5 түрлі факториалдардың қосындысын қосып, бірандай бір есеп берілсе, онда 5 рет жазасыздар. То есть мыналардың жазылу несі, логикасы бірдей, то есть логикалары міне қараңыздар. Бәрінде сол цикл. И осыны біз қайталай бермес үшін біз мынандай функция пайдалануымыз керек. Def деймізде өзіміз бір факториалды есептейтін факттың несін жазамыз. Ол бізге любой бір санды қабылдайды, n деген. Аргумент ретінде. Мына n деген аргумент деп аталады. И осы аргументті біз мынау нәрсені просто аламыз да, қазір экранға, осының мәнін есептейтін қайтарамыз. Бізде мына n плюс 1. И бізде мынандай нәрсе бар. Факт басында так тұра тұрыңыздар. Факттың общий f дей салайын мен басында, өйткені жерде факт деп жатап қойдық. И ол f тең 1-ге тең болады. Бізде міне енді мыналардың орнына f-ті қоя саламыз. И барып return деп f-ті қайтаратын боламыз. И енді қазір қараңыздар. И мына нәрсені просто жазып саламыз тура астына. И мынау факттың орнына просто факт дейміз да, и ішіне факториалды береміз. Біріншісінде 4-тің санының факториалы, екіншісінде факт. И мына жерде қараңыздар 5-ті берем. И факториал бізде, жоқ, екіншісінде тұра тұрыңыздар, 4 пен 7 ғой. Шатасып кетпін. И ең соңындасына үшіншісінде 5. Енді қазір мыналарды өшіріп тастайын, мына жердегі лишний кодтар. Енді қазір тексеріп қайтатын болсаңыздар, бұларда 42,2 шығарады, өйткені мынау бізде программа дұрыс орындалып тұр. Мынау біз мынандай просто 3 рет қайталанған кодты қазір қарайтын болсаңыздар, міне мынау 6 строка кодты біз былайынан қысқарттық. И мына жерде де ойламаңыздар, 6 строканы 5 строкаға қысқартып па не деп ше. Егер де сіздер мынандай 10 түрлі факториалмен жұмыс істейтін болсаңыздар, былайынан 10 рет жазып шығуларыңыз керек. То есть мынаның жазылуы бірдей, логикасы бірдей, ғой, қараңыздар, мына бәрінде бірдей, просто только айшандай. Факториалдардың мынандай берілген мәндері ғана ауысып тұр.
И біз осындайды қайталамау үшін мынандай только бір-ақ нәрсені аламыз да, бір-ақ функция создать етіп, соны повторно қолдана береміз. Мысалға мына жерде 3 рет қолданғанбыз. Функция осы үшін керек. И келесі тағы айтып кететін нәрсе ол лямбда функция деген бар. Лямбда функцияның ішіне только бірақ команда жаза аласыздар. Егер де қазір қарайтын болсаңыздар, мына уже керек емес. Мынаның бәрі уже керек емес уже есептер. И лямбда функция просто мынандай нәрсе үшін керек. Мысалға біз мына def деп кубтың несін не алатын болсақ, и ол кубқа санды береміз да, и осы санның несін экранға просто қайтару үшін return деп сразу бүйтесіз сақта болады. n мынау екі нәрсе, екі жұлдызша, ол бізге дәрежесін береді. То есть n-ның 3 дәрежесі бізге кубты қайтарады. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, біз 3 деген санды береміз. Куб деген кубтың ішіне 3 деген санды береміз. Сол кезде бізде экранға 3-дің кубын шығару керек. Әне 27 дұрыс істеп тұр. Қазір оның орнына 2-ні беретін болсам, ол да дұрыс істеу керек, 8 болу керек. Міне 8. Программа дұрыс істеп тұр. Бірақ та қараңыздар, сіздер мынау бірақ команда үшін n көбейтілген n жұлдызша 3 үшін осылай жазбай-ақ былай жазсаңыздар да болады. Куб тестерда тең лямбда x дегенде любой санды жазсаңыздар да болады. n-ді қабылдайды. Сөйтіп n-ға біз n-ның жұлдызша 3 дейміз да, қазір енді тексеретін болсаңыздар, ешқандай ошибка болмау керек. 8 беріп тұр. Қазір егерде мысалға 10-ның кубы бізде 1000 болу керек. Мына 1000 бәрі дұрыс істеп тұр. То есть мынандай бірақ командадан тұратын нәрсені осындай лямбда функцияның ішіне тыға салуға болады. То есть бірақ қатар. Бірақ бұның лямбданың ішіне мысалға андай уже нелерді тыға алмайсыздар. Қазір мысалға мына жерде оның ішіне if else деп андай бір 5-6 10 шақты строка код жаза алмайсыздар. Только бірақ нәрсе, бірақ команда ғана бере аласыздар. Лямбда сол үшін керек. Қысқаша функциялар жайлы осы түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.